баршаларыңызға өзіміздің көңіл күйімізді білдірейік. Ал балалар, қазір біз қазақ тілі сабағында өтілген сабақтарды еске түсіріп өтейік. Ол үшін құпия таяқша арқылы есімдеріңді аламыз. Сол оқушы қазақ тілінен өтілген ережелерді айтады. Бірінші болып айтатын бізде Жасмин. Басын қызымыз. Бағылыңғы сөзге сұрақ қояды. Мысалы, жаманнан неден? Жиренің адалы қайдан? Ықпал етіп, қандай сәйкестердің айтылуын дыбыс үндесім деп атайды. Мысалы, қаздар, тастан, қабы. Ықпал етуін дыбыс үндестігі деп атаймыз. Мысалы, тастан, қабы. Жақсы. Алина. Монол жазғы түрде кездеседі. Бір немесе бірнеше адаммен өзінің сөйлеуін жазушы жазады. Өте жақсы, жарайсың. Екі жағындағы сөйлемдерді салыстыр дейді балдар. Бірінші бағандағы сөйлемді оқып қойыңызшы. Ал балалар, ол жерде бір ғана ой беріліп тұр, иә? Ал енді және құрмалас сөйлем. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты жай сөйлем мен құрмалас сөйлемнің бір-бірінен айырмашылығын білетін боласыңдар, және де құрмалас сөйлемге қойылатын тыныс белгілерді меңгеретін боламыз. Ал қазір балдар, жай сөйлем және құрмалас сөйлем. Сабақтың мақсаты жай сөйлем мен құрмалас сөйлемнің бір-бірінен өзгешелігін айту және сөйлем түрлерін ажыратуды үйрену. 31-ші жаттығуда балдар, бағанның екі жағындағы сөйлемдерді өзара салыстырып оқимыз. Бейбарыс бірінші сөйлемді оқып қой. Қоңырау соғылды. Жақсы, Жасмин. Ауылда адам келді. Жәмил. Әжем жүріп келді. Өте жақсы. Енді бұл жердің барлығында неше ой беріліп тұр? Бірінші бағанда. Алда қанша ой беріліп тұр? Бірінші бағандағы сөйлемдерде. Дұрыс, бір ғана ой беріліп тұр. Ал енді екінші бағандағы сөйлемдерді оқиық. Қанат оқып қой. Қоңырау соғылды да сабақ басталды. Сабақ басталды. Айзере. Ауылдан атам келді де мені циркке апарды. Жақсы. Қасым-Жомарт. Әжем жіп иіріп одан кеші тоқыды. Өте жақсы. Ал балдар, енді бұл жерде қарасақ, бірінші бағандағы сөйлемдерде бір ғана ой беріліп тұр, екінші бағандағы сөйлемде екі ой беріліп тұр, иә? Ал және бірінші ойдан кейін қандай тыныс белгі тұр? Үтір тұр екен. Ағай, жай сөйлем және құрмалас сөйлем балдар. Жай сөйлем дегеніміз сөз немесе сөз тіркесінен құралып, тиянақты бір ғана ойды білдірген сөйлемдерді жай сөйлем дейміз. Мысалы, ол қалаға келді, дүкен аралады. Бұл жерде екі сөйлем балдар. Оның қалаға келгенін бір ғана ойды білдіріп тұр, және дүкен аралағаны бұл екінші сөйлем болып тұр. Бұны
оқытудағы әлем мен беретін диалогын оқып, ары қарай түсінігімізді кеңейтейік. Оның надандық атты әңгімесінде мәтінде үш жай сөйлем кездеседі, қалғандары құрмалас сөйлемдер. Бізде айтып отырған ертіп беруге жарай бермейді, сондықтан ауызша сөйлемде де көркем әдебиетте де құрмалас сөйлем көп қолданылады. Құрмалас сөйлемде қандай тыныс белгілері қойылады? Жазғанда құрмалас сөйлемнің құрамындағы жай сөйлемдер арасында көмбесөздер қойылады. Осы жерде жаңа біз әлемнің сөзінде Ыбырай Алтынсариннің әңгімелеріндегі надандық атты әңгімесінде үш қана жай сөйлем бар. Қалғаны құрмалас сөйлемдер. Ал енді осы надандық әңгімесін мұқият тыңдайық. Ыбырай Алтынсарин. Надандық. Екі кісі жаздың бір әдемі күнінде сайранға шығып бір ағаштың қасынан өтіп келе жатқанда көкөк шақырыпты дейді. Сонда біреу тұрып, «Әй, көкөк тек құс емес, ол мені көріп шақырғанын ырым етем, маған ұзамай-ақ бір дәулет жолығады екен» депті. Қасындағысы, «Көкөк саған шақырған жоқ, маған шақырды, дәулетке мен жолығамын» депті. Әуелгісі, «Әй, сен итке не қылған дәулет» дегенде, оған қарсы екіншісі, «Мен ит емес, сен өзің ит» деп, екеу ұрсысып, ұрыстан соң төбелесіп, екеуінің де аузы. Мұнан соң екеуі де дәрігерге келіп, жараларына ем еттіріп отырып, ұрыстың неден басталғанын айтыпты. Сонда дәрігер айтты дейді, «Ой, ақылсыздар, ол көкөк сендер үшін емес, мен үшін шақырған екен. Көкөк шақырмаса, сендер төбелеспес едіңдер. Төбелес болмаса, сендер жаралы болып, мен емдеп, ақы алып, олжа таппас едім» депті. Қандай сөйлем? Қандай сөйлем? Алдар құрмалас сөйлем бар? Бұл жай сөйлем. Тек қана бұл жерде сөйлемде бірыңғай мүшелер бар, сондықтан үтір қойылып тұр. Айзере? Қорқады. Жай сөйлем. Қанат? Кінәсін айтпайды. Қандай сөйлем? Bunda alıstan kalkan getirdim. Azat çoğundan basitlerimizi getireceğiz. Қорықпай оны батыл әшкереледі. Құрмалас сөйлем, екі ой беріпті. Жарайсың. Ал балалар, енді серту сәтін өткізіп алайық.
Білетінің 1-9, білмейтінің 99. Білмейсен үндеме, білген үнді күндеме. Сөйлемге айналдыр. Күн ұзарып, түн қысқарады. Қыс түсіп, төңіректі түгел қар басты. Жер көгеріп, мал өріске шықты. Қазір сендерге жеке жұмыс беріледі. Семантикалық карта. Мына жерде сөйлемдер берілген. Осы сөйлемдерді жай сөйлем бар, құрмалас сөйлем бар екенін ажыратып, белгі қойып беріледі. Kanat. Kıvrıl soğulup muhalif geldi. Kurmala söylüyor. Жарайсың, Бибас. Asiyem kaladan geldi. Ne söylüyor? Жарайсың. Алина. Ramazan gelip bizi de teatroga alıp gitti. Kurmala söylüyor. Алихан. Kız haklı oldu. Ne söylüyor? Өте жақсы. Жарайсыңдар балалар. Қараңдар, өлеңде неше құрмалас сөйлем бар екенін тап дейді. Жасай алыңдар. Қасынан ағып өтеді, қалардай жолдан кешіріп, қарттарды қалып өтеді, сұрамайды кешіріп. Осындай қисық бала бар, шайқайды басын ағалап. Үлкеннің жолын сол бала, ұялмай кесіп өтеді. Іркіле тұрса, сәл ғана, япырмау есі кетеді. Осындай қисық бала бар, шайқайды басын ағалап. Қасымнан ағып өтеді, қалардай жолы кешіріп. Қарттардың қағып өтеді, сұрамайды кешірім. Осындай қисық бала бар, шайқайды басын ағалап. Үлкеннің жолын сол бала, ұялмай кесіп өтеді. Іркіліп тұрса сәл ғана, япырмау есі кетеді. Осындай қисық бала бар, шайқайды басын ағалап. Жақсы. Балдар, бұл өлеңде неше құрмалас сөйлем бар? Сөйлем бар? Жақсы. Сөйлем балалар, бүгінгі өткен сабағымыз жай сөйлем және құрмалас сөйлем. Түсінікті ма?